сынап теңдеулер шешуде квадраттар тәсілімен шараған кезде бір-екі есеп қалыптырған дұрыс болады. Мысалға, мындай түрде болса, түбір астында fx тең gx түріндегі теңдеу болатын болса, бұл теңдеудің шешімін шешіп жатқан кезде екі жағында квадраттаймыз. Сонда fx тең g квадрат x және gx нөлден үлкен болмаса тең болу керек дегенді есте сақтаған дұрыс болады. Бұл кезде біз орнына қойып тексеруді орындамай-ақ теңдікті анықталатын шешімдерді алып тұрамыз. Екінші бір жағдай, егер теңдеудің екі жағы түрдің астында тұратын болса, тең түр астында gx, бұл кезде квадраттаймыз, екі жағында квадраттаймыз да, және fx нөлден үлкен болмаса тең дегенді алуға да болады, болмаса екінші жағында квадраттас болып, gx нөлден үлкен болмаса тең дегенді алсақ та болады. Мәндес теңдеулер келіп шығады. Теңдеуге мәндес теңдеулер жүйесі болды. Енді мына теңдеуімізді шешейік. Екі жағында квадраттаймыз. Екі жағында. Сонда түр астында 2x минус 3-тің квадраты тең 4 минус x-тің квадратына және 4 минус x нөлден үлкен болмаса тең дегенді қосамыз. Енді квадраттарынан келіп тұрады. 2x минус 3 тең 16 минус 8x плюс x квадрат және x кіші болмаса тең 4. Енді бірінші теңдеуімізді алып шешейік та, ең соңында теңдікке қойып тексеріп көрейік. Бірінші теңдеуімізді шешетін болса, x квадрат 2x-ті мына жаққа өткізсек минус 10x, 3-ті өткізсек плюс 19 тең 0 түріндегі теңдеу квадрат теңдеуді аламыз. Дискриминантты табамыз. Дискриминанты тең болады 10 квадрат минус 10 квадраты 100 минус 4 көбейтілген 19 квадрат 100 азайту 19 4 көбейтсек 36 сонда 24-ке тең болады. X бірінші, екінші тең 10 плюс минус түр астында 24 бөлінген 2. 24-тен 4-ті көбейту алып деп жазып 4-ті түбірдің алдына шығарып жазатын болсақ 10 плюс минус 2 түр астында 6 болады да бөлінген 2. Енді қысқартып жіберіп, 2-ті қысқартып жіберіп жазсақ 5 плюс минус түр астында 6 болады. Екі түбірін таптық. Бірінші түбірі 5 минус түбір астында 6, екінші түбірі 5 минус түбір астында 6. Енді біз мына теңсіздігімізді тексеріп көреміз. Сонда 4-тен кіші болатын шешімін аламыз, 4-тен үлкен болатын шешімін алмаймыз. Сонда 5 плюс түбір астында 6 бұл 4-тен үлкен. Түбір астында 6 2-ден үлкен болғандықтан, мұның өзі 7-ден үлкен. Енді 5 минус түбір астында 6-мыз, 5 минус түбір астында 6, бұна 2-ден үлкен, демек 3-тен кіші сан болып шығады, бұл 4-тен кіші болмаса тең. Сонда жауабы
vardı. 5 minus şurasında 6 var.